Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Есболаева Ақкүміс Маратқызы, география пәнінің мұғалімі, еңбек өтілім 13 жыл, педагог зерттеушімін. Мен қазіргі таңда осы педагогикалық идеялар фестивалінің аудандық кезеңінің қатысушысымын. Алып отырған тақырыбым проактив профориентация арқылы оқушыны болашақ мамандыққа дайындау алгоритмі. Ең әуелі бұл тақырып неден туындады? Жалпы идея неден туындады? Ең бірінші бұл мамандықты дұрыс таңдай алмауы, қазіргі оқушылардың қоғамда жұмыссыздықтың көп орын алуы, оқушылардың өзінің кім болғысы келетінін болжай алмауы және бейсаналы түрде дайындықтың аздығы. География жалпы әлем елдері, ресурстар, урбанизация, көші-қон, табиғи аймақтар, экономикалық аймақтану сияқты салаларды қамтиды. Бұл пән еңбек нарығында география, экономика, экология, туризм, логистика, цифрлық картография, ГИС, геоэкология, климатология сияқты ондаған мамандыққа тікелей жол ашады. Сондықтан география сабағында профориентациялық проактивті алгоритмді біріктіру өте логикалық, тиімді және өзекті болып табылады. Педидияның мақсатына келетін болсақ, мақсаты география пәнінің мазмұнын пайдалана отырып, оқушының қызығушылығын, қабілетін, еңбек нарығын байланысын анықтайтын проактивті кәсіби бағдар беру жүйесін құру. Жалпы мақсаты мен міндетіне оқушылардың болашақ мамандығын саналы түрде таңдауы, еңбек нарығына дайын болуын қамтамасыз етудің маңызды шарты болып табылады. Және өзінің қабілетін айқындай біліп, шыңдай түсуі. Осы профориентация саласын география сабағында тиімді пайдалану болып табылады. Ал міндеттеріне келетін болсақ, бұл міндеттері бірнеше. Соның бірі бізде қазіргі таңда цифрлық ГИС, картография, онлайн тесттер, салалық зерттеулер арқылы креативті ойлау және дерек талдау дағдыларын дамыту. География, профориентация екеуі қосылып, қатар жүретін электронды кәсіби траектория дәптерін жасақтау болып табылады. Осы жобамды жасау мақсатында мен бірнеше еңбектерге шолу жасадым. Оның ішінде негізгі осы 3 еңбек. Біріншісі бізде 11 шагов к выбору профессии, атлас новых профессий және Питер Грейдің свобода учиться дейтін кітабын. Осы 3 кітаптың негізінде толық қазақшаға аударып, өзіме керекті мағлұматтарды алдым. Бізде педидияда сонымен қатар сандық және сапалық нәтижелер керек. Бізде сандық өнімге, бұл бізде сауалнама нәтижесі 92% қызығушылық артты, 85% мамандық таңдау жүйесіне жеңілдетілді. Мына жерде менде гистограмма көрсетіп қойдым, яғни осы профориентация алгоритмін қолданғанға дейінгі дағдысы, мынау қолданғаннан кейінгі нәтижесі. Қарап отыратын болсақ, 40%-дан бізде 80-90%-ға дейін өсті. Бұның нәтижесі не деген сөз? Бұл жерде оқушылар белсенді түрде, яғни үлгерімі артты, нақты қадамдармен жұмыс жасауды үйренді және әлем бойынша мамандықтарға шолу жасап үйренді. Педидияның сапалық нәтижелеріне келетін болсақ, жеке берілген тапсырмалар, яғни бұл жерде сауалнамалар келеді, бірнеше сауалнаманың түрі бар. Ол яғни оқушының есіне ұзақ сақталады, ой өрістері кеңейеді, толық сынып бірдей жұмыс жасап үйренеді және кері байланыс үнемі жасалынып отырады. Педидияда нақты авторлық өнім пайда болу керек. Менің авторлық өнімім бұл 7-8 сыныптарда білім алу үшін нақты негізгі пәндер. Бұл мектеп бағдарламасын оқи бастағанда оқушыда әр пәнге жалпы қызығушылығы басталады. Сол кезде оқушы сол уақытта өзінің мамандығын таңдап жасау керек. Ол үшін бізде нақты мамандық картасын жасауымыз керек. Яғни мақсат, қадам және қажетті дағды болып табылады. Мамандық таңдау бойынша жеке кеңес беруде бұл жерде үлкен рөл атқарады. Яғни бұл жерде психологтар, сынып жетекші және ата-ана осы үштік одақ жақсы жұмыс жасау керек. Және профориентация алгоритм бар. Бұл бізде бірінші оқушы өзін тану керек, екінші әлемді тану керек және үшінші сол әлемде өз орнын таба білу керек. Яғни бұл алгоритм тек кәсіби ақпарат қана емес, бұл оқушының өмірлік миссиясын табуға жұмыс жасайды.
Сандық сапалық нәтижеге қол жеткізу үшін арнайы платформалар, оның ішіне онлайн платформаларды пайдалануда маңызды. Соның ішіне осы 4 платформаға тоқталдым. Бұл 4 платформа қазіргі таңда осы кәсіби бағдар беру бойынша ең алдағы 4 платформа болып саналады. Яғни The4H бізде кәсіби тәжірибе алу мүмкіндігі, Future Learn түрлі курстар мен бағдарламалар, Road Trip Nation мамандық жолдарын зерттеуге арналған ресурстар және Spring Grab оқу мен кәсіби даму үшін пайдалы құралдар. Практикада қолдану жоспары бұл бізде нақты алгоритм жоспарымен құрылды, яғни 7 қадамнан тұратын алгоритм құрылды. Бұл жерде арнайы алгоритм қадамдар, іс-әрекет және түсініктеме дейтін 3 категория арқылы жүзеге асады. Бірінші қадам бұл жерде өзіңді таны, екінші қадам құндылықтарды анықта, үшінші қадамда мамандықтар туралы зерттейді, яғни бұл жерде бірнеше сайттарды мысалға келтірдік. Төртінші қадамда мамандармен байланыс, яғни сұхбаттасу сұрақтар арқылы. Бесінші қадам мамандықты пәндермен салыстырады, бұл жерде ұбт-ның маңызы өте зор. Алтыншы қадам бұл жерде өзіңді сына, яғни оқушы волонтерлық жұмыс арқылы сол мамандықты өзіне таниды. Және соңғы қадам шешім қабылдау және жоспар құру, яғни оқушы бұл жерде барлық қадамнан өтіп келе нақты бір шешімді қабылдап үйренеді. Қорытынды. Профориентацияны біз көбіне мамандық таныстыру деп қабылдаймыз, бірақ шын мәнінде ол оқушының өзінің табу жолы болып саналады. Айтар ұсынысым, профориентацияны дәстүрлі дәріс емес, жобалық тәжірибеге айналдыру керек. Мысалы, оқушы өзіндік кәсіби картасын жасап үйренеді. Мақсат, жол, дағды. Әр кезең сайын өзін бағалап отырады, яғни өзінің әлсіз тұстарын, күшті тұстарын анықтайды. Бұл жерде мұғалім тек бағыттаушы болады, шешімді оқушының өзі қабылдайды. Назарларыңызға рахмет.